Шымкенттің қақ ортасында адам ұрлау. Бұл қандай бассыздық? Желіде тараған видеода кешкі уақытта 4 ер адам бір азаматты ұрып соғып, көліктің жүк шалғысына күштеп салып жатыр. Оларды тоқтатуға тырысқан адамдар бар. Алайда бұзақылар көлікке мініп қашып кеткен. Бейнежазбаны кездейсоқ куәгер түсіріп алған. Оны әлеуметтік желіге жүктеген депутат Дәулет Мұқаев былай дейді: 90-шы жылдарға қайта оралдық па? Бұл не деген сұмдық? Мұндайларды заңның ең қатал талабымен жазалау керек дейді. Бүгінде белгілісі көлік табылған, 2 күдікті ұсталды. Ұрланған азамат айғақ беріп жатыр. Киноға бергісіз оқиғалар елде неге жиілеп кетті? Адамды көшенің ортасында ұрлап кететіндей не көрінді? Қауіпсіз қала, қауіпсіз ел дегенді мұндайда айтудың өзі әбестік.